Ботақаң, қарашы, гүлдер сондай әдемі, иә? Әрине, біз оларға күнде су құямыз ғой. Қызық, сонда су құймаса олар өспей ме? Қошақан, сен тамақ ішпей жүре аласың ба? Лә, қарным ашып кетпей ме? Көрдің бе, гүлдер де солай. Су құймасаң, олар қалай өседі? Су тамақ емес қой. Қошақан, гүлдер топырақтан нәр алады. Жерден алған нәрді бойына сіңіру үшін су құю керек. Қошақан, гүлге суды көп құйсаң, бойы биік болып өседі. Қателесесің, олардың бойының биіктігі суға байланысты емес. Балапан, білмесең айтпа. Қошақан дұрыс айтады. Құлыншақ, мына қорғанды сен тұрғыздың ба? Әрине, әдемі ме? Иә, биік екен. Жүр, енді доп ойнайық. Жоқ, мен сенімен ойнай алмаймын. Кетіп қалсам, қорғанды біреу бұзып тастай ма деп қорқам. Ал менің доп ойнағым кеп тұр. Күшік, тоқтай тұршы. Мен естіген жоқ. Енді не істесем екен? Одан да қораға барып демалып алайын. Өтірікке жатпыз, әрқашан шүлді қайтар, әр күнге адалмыз, жан дүниені байытар. Өтірікке жатпыз, әр күнге адалмыз, жан дүниені байытар. Мынау не? Көзі жып-жылтыр екен. Қандай қызық. Айналадағы заттың бәрі анық көрініп тұр. Алақай, мен өзіме жақсы ойыншық тауып алдым. Балшыққа да батпаймын, қар мен мұзда таймаймын. Жүгіремін тынымсыз, ертелі кеш ойнаймын. Құлыншақ, бері келші. Не айтайын деп едің? Тобың жарылайын деп тұр. Мүмкін емес, оны қайдан білдің? Мен доптан кішкентай жарық көріп тұрмын. Балапан, әсерлемеш. Кішкентай жарық не қылар дейсің? Сонда да алдымен жамап алғаның дұрыс. Қойшы сенде. Ио! Қызық, мен кішкентай сызықты қалай көрдім? Бұл сиқырлы әйнек болды ғой. Барып достарыма көмектесейін. Жалықпаймын ешқашан, бәрін зерттеп білемін. Мұңаймаймын ешқашан, күндей күліп жүремін. Ботақаң, Қошақан, сендерге не болған? Гүлдерге қарап көңілім түсіп кетті. Неге? Гүлдер дұрыс өспей жатыр. Не болғанын түсінбей отырмыз. Түсінікті. Мүмкін көбірек су құю керек шығар. Су құйып жүрміз. Мүмкін түбін босату керек шығар. Түбін қопсытып та көрдік. Расында оларға не болды екен? Енді не істейміз? Таптым, қазір. Бәрі түсінікті болды. Мына жерде гүлге зиянды қоңыздар пайда болған. Қане, бұл жерден ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мен де. Олар өте ұсақ, сондықтан көрінбейді. Міне, әйнек арқылы оларды анық көруге болады. Балапан, рахмет саған. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Аздап үзіліс жасасақ қайтет?
Әрине, келісем балапан. Ендеше жұмбақ жасырайықшы, өтінем. Жарайт, Қошақан, тыңдап тұрмыз. Темір аяқты, ағаш таяқты. Не ол? О, темір аяқты, ағаш таяқты. Таптым. Бұл циркуль мен қарындаш. Жарайсың, балапан. Таптың. Алақай. Ендеше екінші жұмбақ. Жақсылап ойланыңдар. Бірі үй күзетіп қалса да, бірі жүрер қалтада. Ой, бұл жұмбағың қиын екен. Ол не сонда? Айтайын ба жауабын? Айтшы, мен білмейді екем. Бұл құлып пен кілт. Солай ма? Жұмбақтарың жақсы екен, Қошақан. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Өздерің сондай көңілдісіңдер ғой. Сәлеметсіз бе, Лу? Лу, білесіз бе, балапан гүлдердің дұрыс өспеуінің себебін тауып берді. Иә, маған да көмектесті. Оның бәрін мен мына әйнектің көмегімен істедім. Ол тым кішкентай нәрсені де анық көрсетеді. Балапан, сенің қолыңдағы ешқандай сиқырлы әйнек емес. Ұлғайтқыш әйнек. Бұл кез келген ұсақ заттың ұлғайтылған нұсқасын көрсететін оптикалық аспап. Мұндай ұлғайтқыш әйнекпен ата-әжелер газет журналдар оқиды, ұсақ заттарды көреді. Мен оны сиқырлы әйнек деп ойлап жүрсем. Енді бұл аспаптың ұлғайтқыш әйнек екенін білдік. Балапан, сенің оның тауып алғаның жақсы болды. Бізге көп көмегі тиді. Иә, Қошақан дұрыс айтады. Маған бір ой келді. Жүріңдер, бәріміз барып, Ботақан мен Қошақанға гүлдің тамырын зиянды қоңыздардан тазалауға көмектесейік. Табылған ақыл. Ауладағы гүлдердің жайқалып тұрса, айнала көрікті бола түседі.